Сәлем достар, сіздермен бірге мен Арай. Мен арнама видеома қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода біз Майнкрафттағы үйлерге обзор жасайтын боламыз. Сіздерге қызық болса, мені қолдап лайк басуды ұмытпаңыздар. Ендеше біз видеомызды бастаймыз. Қазір іздейміз. Давайте Титаникқа барамыз. Титаник. Қандер уже біз Титаник деппін ғой, бұл Титаник емес, бұл сондай үлкен. Қызыл қызғылт түсті жерлер. Сондай, то есть менің ойымша. Мына жерден судан былай өтеміз қазір. Қараңызшы, жерде қызыл емес бір нәрсе бар. Это қорқынышты екен. Кіреміз. Кіргенде бізден мындай бір алдымыздан мындай үйлер бар, сондықта дым жоқ. Үйдің есігінен кірейік. Ой. Кіреміз. Бізде үстінде ешнәрсе жоқ екен. Түсінікті шығар. Енді басқа жаққа барып көрейік. Қараңдар, мына жақта үлкен мынандай зат бар екен. Үлкен зат бар. Қазір біз төбесіне қарай көтеріліп көреміз. Это все көтеріле береміз. Біз төбесіне жеттік. Бұл сонда ұлықтай қорғаны ма? Ондай емес шығар. Бұның шет жағында мынандай зат бар. Маған түсініксіз болып тұр. Кетеміз. Шығамыз, то есть. И біз үстінен көрейік, қандай қызық жерлер бар екен тағы да. Қараңдар, мынау қорғанға жабысып тұр, артындағы тасқа. Осы жерге кіріп көрейік. Бұл жерде бізде кіреміз. Мына жерде су или бір нәрсе, но мен түсінбедім. Мына жақтан екінші этажға соған көтерілеміз. Қызғамыз. Жабысқан. Секіреміз. Бізде бұған кірілмейді, сондықтан біз бұны бөлмеміз. Сосын барып кіреміз ішіне. Қараңыздар, тым қызық мына жерде. Жаңа қорған жабысып тұр екен. Ойбай, нәнелер. Іші өте қараң. Как-то қорқынышты шығам мен бұл жерде. Болды. Енді достар, маған қызық емес болып кетті уже. Басқа жерге экран DVD. Давайте, достар, менде бір қызық нәрсе бар. Бұл жерде Toy Story деген ойыншықтар өте үлкен заттар бар. Соған кіріп көрейік. Кірген кезде көрсетемін. Келіп қалдым. Кірем деп қалдым. Мінекей, бұл бізде өте үлкен асый. Қазір сендерді өзіммен осы жердегі
шкафтармен өлшеп көрейік. Қараңдар достар. Бұл кәдімгі шкаф, ішінде стакан тұр екен. Мен сондай кішкентаймын бұл жерде. Қарасаңдаршы. Даже мен мынау стакан ішіне сыйып кетемін. Вот, не важно. Кіріп кетеміз де, қараңдар, өте үлкен. И мына жерде өтіндей суақ бірігін. Конечно, маған бір түсініксіз болғаны. Осындай нен столдың үстінде ұйықтайтын диван тұр. Маған сол бір қызық болып тұр. Не үшін тұрғаны? Мына жерде бізде мынандай бір бәле. Қараңдар, мына жерде су ағатын жерде осы 8 аяқтар жүр. Яқты 8 аяқ жүр. Қол жуатын жоқ, позиция жуатын жерде 8 аяқ жүр. Ал мынау не? Бұл дейтін менің ойымша микроволновка. Тамақ істейтін менің ойымша сондай. Ал мынау соны толған. Бұл қандай күштеп жасап қойған да. Бұл бізде духовка. Солай есігін ашып қойды. Торт па мынау не? Мына жерге не істеп это уже до не на стакан шкафтың ішінде тұрған алма пиво. Мына холодильникке мына жерде мусорка. Сандық болып қойды. Қарбыз бар. Енді мынау бізде менің салыстырып көзімде өте үлкен орындық жасаған. Мына жерде динозавр жасаған. Анау тамақ, ыдыс, тарелки. Мынау стакан ішіне су төгіп жатыр. Маған бір қызық болғаны осы бар ма? Тіпті су төгіліп тұр. И мына жерде орындық. Осындай шкаф, осындай заттар. Енді біз екінші бөлмесіне барып көреміз. Мынау үйдің іші ғой. Ішінде үлкен заттар бар. И бұл бізде қонақ бөлме, сондай, короче. Бұл жерде үлкен телевизор бар. И оның үстінде есіктер ма? Жоқ, мынау не? Мынау не? Қарасыңдар, есіктер жасап қойған. Бәрі кажется, жоқ істесін. Күштеп жасап қойған, бұл маған ұнап тұр. И бұның жағында шошқа. Ойбай. Ешнәрсе жоқ. Все. Шығамыз. Мынау кактус. Өзі дәу өсіп кеткен кактус. Ал мынаны көреміз. Мынау кітаптар, то есть мен ойымша. Кітап сияқты. Кітаптар екен. Сонымен енді мынау не? Бұл бізде диван. Мынаны білмейді. Мынау өте үлкен диван. Ернір кетші. Бұл жерде де тоже стаканнан су төгіліп жатыр. Қызықты. Мына жаққа жай оқып бердім. Төгіліп жатыр. Мынау терезе. Білмеймін. Терезені сындырып көрейік, не бар екен. Ешнәрсе жоқ болды. Қараңыз. Мына жерде от жанып жатыр екен. Ернар! Мына жерде, прикиньте, от жанып жатыр.
Су ағып жатыр, и мына жақта от жанып жатыр. Не болып жатыр мына жақ? Мына жақ кәдімгі үй. Ар жағынан су ағып жатыр. Ё-моё. Еще Toy Story деп жазып қойды. Ойыншықтар оқиғасы деген сөз бе, сондай ғой. Білмеймін. Енді екі есік бар, бұл екі есіктің ар жағында ешнәрсе жоқ. Бөлмеде ешнәрсе емес, сындырасың, ар жақта өте жаман нәрсе, қап-қараңғы, сондай, түсіндіңдер. Кіреміз төбесіне. Бұл баспалдақ өте дәу. Ал достар, осымен видеомды аяқтаймын. Егер де екінші бөлімін көргілеріңіз келсе, мен шығарамын. Екінші бөлімін көргілеріңіз келсе, осы видеоға 1000 лайк, 10.000 просмотр жинап қойсаңыздар, мен міндетті түрде екінші сериясын шығаратын боламын. Ал ендеше барлықтарыңызға сау болыңыздар, тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар, всем пока.